Сәлеметсіздер ме, құрметті де менің қадірлі тыңдармандарым. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Және де бүгінгі талқылайтын тақырыбым изжога, яғни қыжыл жайлы болмақ. Қысқадан нұсқа айтып өтедім. Бұл адам ағзасы үшін қауіпті, не үшін қауіпті? Осы видеода айтып өтем. Видеоның соңына дейін көріңіз. Лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Және де арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Жалпы бұл қыжыл, бұл тамақ ішкеннен кейін жиі пайда болатын төс сүйегінің артында немесе асқазан тұсында пайда болатын жану немесе ыңғайсыздық сезімін осы біз қыжыл деп айтамыз. Қыжыл жалпы көп адамдарда ащы, қуырылған, майлы тамақ жегеннен кейін немесе артық тамақтанған кезде, семіздікте, жүктілікте немесе кейбір дәрі-дәрмек кезде пайда болады. Осы пайда болған қыжылдар дәрі ішкеннен кейін кетіп қалатын болса, ол адам ағзасы үшін, өңеш үшін зиянды емес. Ол емдеуді қажет етпейді. Ол бір реттік пайда болатын қыжыл, ол тез өз кетіп қалады. Енді бізде сұрақ туындайды, қашан дәрігерге бару керекпін деген. Егер сізде аптасына кем дегенде бір рет осы қыжыл сезімдері пайда болса, еңкейгенде немесе жатқанда қыжыл күшейетін болса, диетаны қатаң сақтаған кезде, антацидті, яғни осы қыжылға қарсы препараттарды қолдаған кезде де ешқандай қыжыл кетпесе, онда сіз міндетті түрде дәрігер консультациясын алуыңыз керек. Менің де консультациям бар, онлайн немесе офлайн консультацияма жазылсаңыздар да болады. Бізде сұрақ туындайды, не үшін біз осы қыжылды емдеуіміз керек деген. Егер сізде осы қыжыл 5 жылдан астам уақыт сізді мазалайтын болса, оның негізгі асқынуы бар баррет өңеші. Бұл дегеніміз өңештің шырышты қабатының қатерлі ісігі, яғни онкологиялық процесс осыған алып келуі мүмкін. Сол себепті бұндай жағдайға жеткізбес үшін әрқашанда, әрдайым дәрігердің кеңесін алып жүруіміз қажет. Енді осы қыжылдың негізгі себептеріне келейік. Жалпы бұл қыжылдың негізгі себептері бұл өңеш пен асқазанның арасында орналасқан, яғни бұлшықет сақинасы, сфинктер болады. Осы сфинктердің әлсіреуінен болады. Яғни бұл сфинктер не үшін керек бізге? Бұл асқазандағы, яғни тамақтың немесе асқазан сөлінің немесе асқазандағы сұйықтықтардың өңеш арқылы біздің аузымызға кетіп қалмау үшін өңеш пен асқазанның ортасында, яғни сфинктер, бұлшықетті сақина болады. Бұл осы асқазанды жауып тұрады, чтобы өңешке қарай тамақ өтіп кетпеу үшін. Ал егер осы бізде сфинктердің бұлшықеті дұрыс жұмыс жасамаса, өз функциясын, ол кезде ол жартылай жабылмай қалады, немесе толығымен жабылмай қалады. Сол кезде асқазандағы бүкіл тағамдар, онымен қоса асқазан сөлі өзі бізде қышқыл болып келеді. Онымен қоса оның құрамында өт қышқылдары болады. Оның барлығы біздің өңешімізге зиянды әсер етіп, сол жерді күйдіріп, сол жерде асқыну, яғни баррет өңешіне алып келуі әбден мүмкін. Ал енді адам ағзасында қыжылдың пайда болатын негізгі себептеріне келетін болсақ, ол өңешті тітіргендіретін, яғни тамақтар тұтыну, қышқыл жеміс шырындары, цитрус тамақтары, қызанақ, күшті кофе, шай, ащы шоколад, жаңадан жалбыз, пияз, бұрыш, сарымсақ, алкоголь, газдалған сусындар, немесе ішектерде газдардың жоғарылауы, метеоризм, іш қату, кейбір дәрі-дәрмектер, мысалы қан қысымын төмендететін дәрілер, жүрек дәрілері, онымен қоса бронхиальды астманы емдеуге арналған дәрі-дәрмектер, осының барлығы біздің асқазанымыздағы, яғни қышқылдықты жоғарылатады. Соның салдарынан бізде қыжыл пайда болуы мүмкін. Және сонымен қоса бізде кейбір аурулар кезінде де осы қыжыл болады. Ол аурулар гастроэзофагеальды рефлюкс. Осы ауруда асқазан мен 12 желшектің ойық жарасы, өңештің грыжасы, өт қабының аурулары, ішек аурулар кезінде осындай қыжыл сияқты симптомдармен олар көрінеді. Ал егер біз осы тек қана қыжылды емдей беретін болсақ, осы основной осы 5 ауруды емдемейтін болсақ, онда бізде қыжыл кетпейтін болады. Сол себепті осы основной 5 ауруға біз мән беруіміз қажет. Жалпы бұл қыжыл сезімі асқазан ішек жолдарында көптеген аурулардың негізгі маскасы болып табылады. Сондықтан сіз оның себебін анықтап, оған қажетті ем ұсынбайынша қыжыл сезімі ол кетпейді. Және оның негізгі диагностикасына келетін болсақ, біз ФГДС, яғни осы гастроскопия арқылы біз өңештің шырышты қабатын, асқазанның 12 желшектің шырышты қабатын көре аламыз.
қандай да ол жерде патология бар ма соны анықтауымызға болады. Сонымен қоса бізде асқазанда мекен ететін хеликобактер пилори инфекциясы, яғни осы инфекция кезінде де асқазанда әртүрлі ауру сезімі, қыжыл сезім сияқты белгілер болады. Бұны негізі қан арқылы немесе дыхательный тест деп аталады, сол арқылы да анықтауымызға болады. Оны консультацияда біз толығымен түсіндіріп айтатын боламыз. Сонымен қоса біз лабораториялық зерттеулер ұсынамыз пациентке. Ол жерде жалпы қан анализі, биохимиялық қан анализі және соның ішінде әртүрлі сынамалар тоже бар. Ал енді ең басты осы біз қыжылдың еміне келетін болсақ, жалпы қыжылдың емін біз екіге бөліп қарастырамыз. Ол медикаментозды және медикаментозды емес ем. Медикаментозды емес еміне жаңағы жоғарыда айтып өткендей, яғни негізгі себептері, яғни осы қыжыл шақыратын соларды соны біз устранить ету керекпіз. Мысал үшін әртүрлі жаңа қыжыл шақыратын тамақтар деп айттым жоғарыда. Сол яғни тамақтардан бас тартуымыз керек. Яғни диета ұстауымыз керек. Бұл ең бірінші очередь диетасы. Екінші біз медикаментозды ем. Яғни осы медикаментозды емінде асқазан сөлінің қышқылдығын төмендететін, яғни бейтараптайтын қыжылға қарсы препараттар ұсынамыз. Оған мысал үшін нольпаза деген сияқты препарат бар. Алма гель деген препараттар бар. Сонымен болса, қажет болған жағдайда біз антибиотиктарды қосамыз ол жерге. Сонымен қалса, осы қыжыл шақырып тұрған негізгі аурудың себебін анықтап, яғни соны біз емдеуіміз керек. Сол кезде ғана бізде қыжыл толығымен емделіп жазылатын болады. Және де кейбір бізде науқастар бар, ол дәрігерге қаралмайды, өзімен өзі алма гелін ішіп алады дағы жүре береді емделмей. Ол мүлдем дұрыс емес. Себебі жаңа жоғарыда айтып өткендей, ол әртүрлі асқынуларға алып келуі мүмкін. Сол себепті дер кезінде дәрігерге қаралып, ем-домын алып, қажет болған жағдайда диагностикасын жасап, толығымен емделіп алсаңыз, ол өзіңіз үшін өте жақсы. Жалпы бізде айтады ғой, енді ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Сол себепті біз ауырмайтын жолын іздеп, диетамызды ұстап, өзі денсаулығымызды өзіміз күтім жасап, дұрыстап жүрсек, бізде ешқандай ауру болмайды. Және де айта кететін жайт, құрметті тыңдармандар, егер де сіздерге қандай да бір терапия бойынша консультация қажет болса, менің онлайн немесе офлайн консультацияма жазылсаңыз болады. Яғни жеке консультацияда мен сізге толығымен ауру туралы айтамын, сонымен қоса диагностикасын жасаймыз және де ем-домын тағайындап беретін боламын. Сіздермен бірге болған доктор Алмат.